2018 жылдары баспанаға бағыт деген кезде үйдің кезегінде бір 400 мыңнан астам адам дейтінмін, қателеспесем, 450 ма солай. Қазір 600-ден асып отыр. Мысалы, менің қаншама достарым бар, үйсіз жүрген, 3 баласы бар. 1-2 жылдан кейін 4-ші баласы дүниеге келеді. Олар да көп балалы отбасы болып, мысалға, үйдің кезегіне тұрады. Одан кейін ажырасып жатқан азаматтарымыз қаншама. Тіпті өтірік ажырасып алатын азаматтарымыз да бар да, мысалға, әдейі, кезекке тұру үшін. Енді әрине таяқтың екі ұшы болады дейді, екі жақты да қарастыру керек. Бірақ әрине осы үй мәселесі ол біздің қазақ қоғамы үшін ол өте өзекті болып отыр. Мен тіпті Ұлы Дала квартиранттары деп тұрып та депутаттық сауал жолдадым ғой, мысалы. Сол кезде мынау негізгі проблемаларды айтып, бірақ баяғы жартас сол жартас болып тұр.